Қайырлы күн достар, бүгінгі видеода осындай ерекше әдемі құрақтың тігілу жолын көрсетемін. Ол үшін менімен бірге болып, менің каналыма жазылып қойыңыздар. Және де тігіп көріңіздер. Біздің құрағымызға лента, сосын осындай екі өлшемдегі квадрат маталар керек болады. Ең алдымен біз тікпес бұрын орналастырып аламыз. Маталарымыздың түгіні төменге қаратып қойып, квадраттарымызды қойып аламыз. Міне осылай болып шығады, тұрады. Енді осылар тігеміз. Міне. Ең бірінші осыдан бастаймын. Алдымен лентаны тігіп аламыз. Bir қатар. Үстіңгі бөлігіне бір қатар лента тігіп шықтық. Енді мына квадратты мына лентамыздың бас жағына тігіп аламыз. Міне былай болды. Енді мынаның мына жеріне қойып тігеміз. Квадрат. Міне осылай тігілу керек. Артық матамызды қиып алып тастаймыз. Сосын мына жерге қойып тігеміз. Міне бізде бір бөлігі дайын. Енді екінші бөлігін тігеміз. Екінші бөлігі де дәл бірінші бөліктегідей болып тігіледі. Açamız. Енді лентаның басына тағы да осы квадратты тігеміз. Бірінші лентамыздың тек өзін тігеміз. Екіншіні басына қызыл лентаны құрап тігеміз. Біздің мына квадраттымыз кішкене лентадан үлкендеу. Әдейі осылай үлкендеу алдым.
мына тіккен кезде ыңғайлы болу үшін кішкене артық болса мынандай артық жерлерін алып тастаймыз. Осылай артық матаны қиып алып тастаймыз. Міне құрағымыздың 4 бөлігін тігіп алдық. Енді осыны екі-екіден қосып тігіп, сосын барып тағы екеуін тігіп аламыз. Tüyemez. Міне біздің құрағымыз осындай болып шықты. Артық матамызды қиып алып тастаймыз. Енді құрақты үтіктеп аламыз. Құрағымызды үтіктеп алдық. Тігіп көріңіздер, осындай әдемі болып шығады. Және де лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.